Міне қыздар, менде арнайы шаблондардың өзі чаты бар. Негізінде так, міне шаблондар деп қойғам. Осындай шаблондар бар. Так, осының ішінен мен өзім керек шаблонымды таңдап алам. Сіз жас анасыз ба? Бала күтімінде декреттік демалыста отырған боларсыз деген шаблонды скопировать етіп аламын. Вот міне, копировать етіп алып, полный шығып кетем. Болды, WhatsApp-тан шықтым. Инстаграмыма кірдім. Инстаграмыма кірдім. Міне менің инстаграмым, әлі подписчиктерім аз, бірақ қосылып жатыр. 3800 подписчик, бірақ ол аз болады біздің жұмысқа. Но менің инстаграм кешегі қыздарымыз міне жетістікке жеткен. Так, енді осы жаққа мен бір реклама салайын. Ол үшін ортадағы мына плюсикті басамыз. Жаңа скопировать етіп әкелдік ар жақтан. Енді ана плюсикті басамыз. Так, не қояйын? Мен мынаны қояйын. Мына фотоны мен қояйын. Қараңыз. Осыны қоям, таңдадым қоятын фотомда. Далее басамыз. Далее тағы басамыз. Сосын мына жерге өзіміздің шаблонымызды жаңа скопировать етіп әкелдік, соны вставить дейміз. Бұлай басып тұрсаңыз, міне вставить сөз шықты, көрдіңіз ба? Вставитті бастым, міне. Көрдіңіздер ма? И міндетті түрде хэштег қоямыз. Биоси. Хэштег деген мынандай клеткадан басталатын. Биоси Казахстан. Тағы да сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Оңай маркетинг. Оны өздеріңіз ойларыңызша қандай не жазғыларыңыз келсе, хэштег өзіңіз білесіз. Оңай маркетинг или табыс табу, аналарға арналған жұмыс деген сияқты жұмыс деп өздеріңіз қалауыңызша оны жазасыздар. Поделиться деп басасыздар. Инстаграм қуып кетті ма, қатқалды ма, бірдене болды. Поделиться деп бассаңыздар, өзі автоматты түрде негізінде не түседі, фото түседі. Менде инстаграм қуып қалды. Қайтып кіріп көрейін жаңағы фотомды. Міне қойылды. Көрдіңіздер ма? Міне сіз жасанасыз ба? Міне хэштегім менің тұр. Оңай маркетинг, мысалы, оны басып көрсеңізде бүкіл ненің хэштегтері тұрады ол жақта да. Осылай істеп көрсеңіздер болады.